Ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Ұлт қаһарманы жазушы Бауыржан Момышұлының осы бір нақыл сөзі ұстаздықтың ұлылығын айшықтап тұр емес пе? Мен осы қасиетті де, қастерлі, ұлағатты да ұлы мамандықтың иесі болғанымды мақтан тұтамын. Менің бойымдағы білімім мен тәжірибем шәкірт тәрбиелеуге, халық аманат етіп тапсырған әр балаға сапалы білім, саналы тәрбие беруге бағытталады. Ұстанымым айқын, бағытым белгілі, мақсатым анық. Басты ұстанымым оқушы бойын қазақ тілі мен әдебиеті құнарымен толтыру. Негізгі бағытым балаларға оқытудың жаңа дәстүрін ақпараттық технологиямен сабақтастыра сіңірту. Айқын мақсатым білім мен тәрбиенің озық үлгісін танытып, оқушы, мектеп, отбасы үш тағанын нығайту. Осы міндеттерді жүзеге асырған әрбір педагог жарқын жетістік пен жаңашылдықтың нәтижесіне қол жеткізері айқын. Ұстаздық білім мен қабілеттің, ар мен таланттың түйіскен тұсынан туатын құдіретті күшті мамандық. Ұстаз болуға деген талпыныс мағанда жас күнімде өз ұстазымның игі мінезіне, адами болмысына, даналығы мен даралығына деген құрметімен туды. Қазір қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде рухы күшті тілімнің қадір қасиеті мен әдебиетіміздің мәйегі мен шәкірттерді сусындатудамын. Әдебиеттің түпкі мақсаты адам жанын тәрбиелеу деп жазушы әдебиет зерттеушісі Ғабиден Мұстафин айтпақшы, мен оқытатын пән тәрбиенің түпқазығы десем артық айтпаймын. Сапалы білім беру заман талабы. Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес мен түрлі білім дағдыларын, бағдарламаларды игеріп, өз тәжірибемде қолданысқа енгізіп келемін. Білім берудің басты мақсаты білім жүйесінің жаңаруымен қатар оқуда пайдаланатын әдіс-тәсілдер мен әртүрлі көрнекіліктер қолданудың тиімділігін арттыру. Қазақ тілі мен әдебиеті оқулықтарының жаңартылған бағдарламаларға сай жасалуы мұғалім жұмысын жеңілдетуге өз септігін тигізеді. Мысалы, тапсырмалардың тілдік дағдыларға сай жасалуы, эссеге арнайы тапсырма берілуі, жаңа әдіс-тәсілдердің оқулықта берілуі, жағдаяттық тапсырмалар, проблемалық сұрақтар, кейбір оқулықтарда тіпті топтық, жұптық және жеке тапсырмалар қамтылған, жаңа ақпараттар, ізденімдік тапсырмалар, кері байланыс деңгейлік тапсырмалар, актіні қолдану, жоғары сыныптарда ғылыми жұмыстар, таныстырылым жасау тапсырмалары да бар. Міне, бұл арқылы біз оқушылардың оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым бағытына жақсы нәтиже көрсетуіне, креативті ойлауына мүмкіндік жасап келеміз. Әрбір сабаққа ақпараттық технологияларды, түрлі әдістерді тиімді қолдану арқылы оқушылар қызығушылығын арттыруға болады. Менің миссиям оқушыны дәстүрлі оқытудың сарынымен жалықтырып алмай, жаңа заман талабына сай, жаңа білім беріп, танымын арттыру. Жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беру ел болашағының кепілі. Қазақтың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастау керек деуі бекер емес. Біз ұстаздар өз білім білігімізді тек пәнді игертуге ғана емес, оқушылардың таным тәрбиесін дамытуға жұмсауымыз керек. Сыныптан тыс жұмыс ретінде мен IT журналистика, бағыт, тәжірибе, нәтиже авторлық бағдарламам аясында оқушыларға журналистика туралы теориялық, практикалық дәріс беремін. Мектеп ньюс жаңалықтары, бала тілі, бал шығарылымын енгізіп, балаларды ақпараттық сауатты болуға, тележурналистиканың әліппесін игеруге баулып келемін. Болашақ журналист болуды мақсат еткен оқушылармен Қызылорда телеарнасымен арадағы меморандумға сәйкес ашық есік күні өткізіп тұрамыз. Балалардың шығармашылығын шыңдап, олардың дикторлық, ораторлық шеберлігін арттыру арқылы олардың ортада өзін еркін ұстауына бағыт-бағдар береміз. Бұл үйірмеге қатысқан оқушыларымыз бейнероликтер байқауларының қалалық, облыстық, республикалық кезеңдерінде бас бәйгелерді қанжығалап жүр. Сонымен қатар өлең оқу, эссе жазу байқауларынан да шәкірттерім топ жарып, биік белестерді бағындыруда. Міржақып Дулатов, ұрпағы білімді халықтың, болашағы бұлыңғыр болмайды дегендей, бүгінгі таңда жас ұрпақтың жаңаша ойлауына, олардың біртұтас дүниетанымын қалыптастыруға, әлемдік сапа деңгейін, білім негіздерін меңгеруі мұғалімнің тапқырлығына, жылдамдылығына, икемділігіне, көшбасшылық қабілеттеріне тікелей байланысты. Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынов, ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана шәкірт жанына нұр құя алады деп бекер айтпаса керек. Себебі өзіміз не үйретсек, соның жемісін көреміз. Сол үшін береріміздің мәні мен маңызы зор болуы тиіс. Менің мамандығым, менің өмірім.